Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар, Маралды ауылының тұрғындары. Қай салада жүрсек те барлықтарыңызға біріншіден мынау алдымызда келе жатқан мерекеміз құтты болсын. Істеп жатқан ісіміз әрқашанда жақсылықпен бітуіне Алла нәсіп етсін. Мына бүгінгі жиналып, мына Алматы қаласында тұрған өзіміздің Марал жастары қазір сіздердің алдарыңызға мынау 1 мамырда барлық жаңа жиналған азаматтардың айтқанымен біреу былаймен кішкене жақындап бара алмай қалған жағдайлар болып жатыр. Сондықтан барлығымыз жиналып, міне бір кішкентай ғана бір жиналыс ашып, бәріміз қазір ертең жолға шығайық деп, мына 7 мамырға Алла бұйыртса сол ауылда, өзіміздің ауылымызда кездесіп, Құран бағыштап, халықтың алдында өзіміздің жағдайымызды айтып, бір үлкен жиналыс ашып, сол жерде өзіміздің алға қойған мақсатымызды, жаңа қуанышымызды сол жерде бөлісуге барлықтарыңызды шақырамыз. Алла бұйыртса 7 мамырда сол ауылда кездесуге Алла нәсіп етсін бәрімізге. Құрметті ауылдастар, бүгін Алматының төрінде өте бір жақсы пікір алмасу болды. 1 май және 7 май мәселесі көтерілді. Ауылымыздың осы 1 майға бара алмай жатқан азаматтар 7 майға дайындалыңыздар. Міне алматылықтар жиналып жатырмыз. Біз де барып сол жаңағы мәселенің ішіндегі бірінші ата-бабамызға Құран бағыштау, ауылға тағзым және де ауыл азаматтарымен әрқашанда бірге екенімізді көрсетіп қайту мәселесі айтылды. Сол амандық болса 7 майда ауылда кездесуге нәсіп етсін бәрімізге. Ауылымыз көркейсін, ауылдың болашағы осы ағаларының істеп жатқан шараларын көріп, ары қарай жалғастырады деген ойдамыз. Біз бір кеземіз сіздермен. Ауыл күні кездесіп, жақсы күндерде кездесіп жүрейік. Ауылда кездесейік. Ауылда кездесейік. Toprağından ner aldım, gözündeysin sen